Барлығына сәлем. Келесі сеп шаршының боялған бөлігін ауданын боямаған бөлігін ауданына қатынасын анықтаңыз. Дәл мынаны мен үлкен қылып мына жаққа сыздым. Енді шешуге тырысайық. Шаршы болғандықтан мынаны А деп болсақ, мынау да А болады. Бірінші бай ойлап көрейік. Бірінші мынандай кішкентай қоғасын шығаруға тырысайық. Мысалы мынау А болса, боялған бөлігін ауданын табуға тырысайық. Қараңыздар, былай бөліп көрсек. Мынау боялған бөлігі, мынау бөлігінің жартысы. Мынау да боялған бөлігі, мынау бөлігінің жартысы. Мынау да мынаның жартысы, мынау да мынаның жартысы. Демек, жалпы боялған бөлігі осы бүкіл шаршының ауданынан 2 есе кішкентай болады. Осының ауданы А квадрат болса, демек, боялған бөлігі 1 бөлінген А квадрат болады. Енді дәл сондай кішкентай не бар, шаршы. Егер мынау А болса, онда мынау біздің А бөлінген 2 болады. Неге деп сұрасаңыз, логикалық түрде түсінуге болады, бірақ та Пифагор арқылы да шығаруға болады мынау А бөлінген 2 екенін. Мынанда боялған бөлігінің ауданы неше болады? 1 бөлінген А бөлінген 2-нің квадраты. Демек, 1 бөлінген 2 А квадрат бөлінген 4 тең А квадрат бөлінген 8. Енді мынау бөлігі бізде неше болды? 1 бөлінген 2 А квадрат плюс мынау жері неше бізде болды? А квадрат бөлінген 8. Осының барлығы нешеге тең болады? Мынаған 4 берсек, 4 А квадрат плюс А квадрат 5 А квадрат бөлінген 8. Демек, боялған бөлігінің ауданы 5 А квадрат бөлінген 8. Енді боялмаған сұрақ не деп тұр бізде? Боялған бөлігінің ауданын боялмаған бөлігінің ауданына қатынасын табыңыз. Мынау боялған болса, қалай біз боялмаған бөлігінің ауданын табамыз? Бүкіл аудан А квадрат. Осыдан 5 бөлінген А квадрат бөлінген 8-ді алсақ, бізде неше шығады? 8-ден берсек, 3 А квадрат бөлінген 8. Демек, боялмаған бөлігін 3 А квадрат бөлінген 8. Енді осының қатынасын тапсақ, боялған бөлінген боялмаған тең 5 А квадрат бөлінген 8 бөлінген 3 А квадрат бөлінген 8 тең болады. 5 А квадрат бөлінген 8 көбейтілген 8 бөлінген 3 А квадрат тең болады 5 бөлінген 3. Демек, жауабы 5 бөлінген 3. А.